Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге келер шақ тақырыбын түсіндіретін боламын. Келер шақ ағылшын тілінде future simple деп аталады. Future simple келешекте болатын іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Мысал келтіретін болсақ, he will come tomorrow. Ол ертең келеді деп аударылады. Ал енді жасалу формаларына тоқталайық. Болымды сөйлем subject, яғни зат есім, қосылған will, қосылған verb, яғни verb дегеніміз етістік. Байқағанымыздай, келер шақтың формасы will көмекші етістігі арқылы жасалып тұр. Ал енді болымды сөйлемге мысал құрап көрейік. I will sing. Мен өлең айтамын деп аударылады. Ал енді сұраулы сөйлемнің жасалу жолына тоқталайық. Бұл жерден байқағанымыздай, болымды сөйлемде қолданылған will көмекші етістігі subject, яғни зат есімнің алдына шығып кетеді. Яғни сөйлем will көмекші етістігінен басталады. Will қосамыз subject, оған қосамыз етістік және сұрақ белгісі. Ал енді мысал құрап көрейік. Will you sing? Сен өлең айтасың ба? Деп аударылады. Ал енді болымсыз сөйлемге тоқталайық. Subject зат есім, оған қосылған will көмекші етістігі, оған қосылған not, яғни not болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Және оған қосамыз verb, яғни етістік. Мысал құрап көрейік. I won't sing. Мен өлең айтпаймын деп аударылады. Бұл мысалдан байқағанымыздай, will, not толық нұсқасы, won't қысқартылған нұсқасы. Бірақ екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Бұл видео сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.